Талап деген бір жүйрік тұлпар сынды, бабын таппай мінгенді қылар жынды. Тауға қарама басыңды, тасқа қарама, ал енді оған кісі қайтып мінді. Талап шапса ақылға мініп алып, жақсы жаман бәріне бірдей салып, анық ақыл адымын ашырмайды, еш нәрсе одан құтылмас жетпей қалып. Талап деген ындынмен ентелемек, ойға алып қызыққанын қылсам демек. Ол ісі орайлы ма, орайсыз ба, ойланып, оны ақылға салса керек. Тапқыш ой ғой ақылдың мағынасы, тоны жүрек болады мида басы. Орынсызға ұмтылтпай тоқтатуға, талаптың 6 түрлі бар ноқтасы. Ынсап, ұят, ар рахым, сабыр, сақтық, талапқа 6 түрлі ноқта тақтық. Алтауының ішінде ынсап, әділ, өзгесінің тізгінін соған ұстаттық. Ынсап деген аспайды, кем қалмайды, орнын таппай ол сірә қозғалмайды. Рахым жақсы көреді аяғанды, адамға қаттылықты ойға алмайды. Ар демек, адамшылық намыс деген, арын кетпес жағыңа қарсы деген, теріс соғып жүрмесін мұны біреу, сөз емес күншіл болып алыс деген. Намыс сол өзің қорлан кемдігіңе, құрбыңмен ұмтылып бақ теңдігіңе, алмай өз алдыңғының аяғынан, соқтықпай өзіңізден еңбегіңе. Ұят сол аулақта ұял көргендей-ақ, ұрлаған малың шығып бергендей-ақ, орынсызды істеуге өлгенше ұял, ұят күшті өлімнен дегендей-ақ. Сабыр деген әр іске шыдамдылық, қатты керек адамға бұл бір қылық, қолы жетпей талай жан ызданады, осыдан көп шығады адамшылық. Сақтық деген әр қашан байқап жүрмек, пайдама, не залалма ескерілмек, көргенін, естігенін есепке алса, сонда оңай әрбір істі ойлап білмек. Ой менен, талап менен болды сегіз, айтылмай ойда қалды неменеміз, өзге жақсы мінездің бәрі дағы, шығады осыларды түгелдеңіз. Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан, анық төмен болмай ма хайуаннан? Ынсап, рахым, ар ұят табылмаса, өлген артық дүниені былға.